Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгін мен сіздерге көз аурулары туралы және көз күтімдері туралы біраз ақпараттар бермекшімін. Ал кеттік, бастадық. Біріншіден, көз аурулары адамның көру қабілетін төмендететін немесе мүлдем жоғалтуға апаратын ауру түрлері. Бұл аурулар түрлі себептерден пайда болады. Бірі тұқым қуалаушылықтан болса, екіншісі жарақат алғаннан, ал тағы біреуі жас ұлғайғаннан және дұрыс күтім жасамағаннан, экранға көп қарағаннан және жарықтың жеткіліксіздігінен және де тағы басқа әртүрлі себептер болуы мүмкін. Негізі жиі кездесетін көз аурулары ол қарашықтың алысты немесе жақынды көрмеуі. Ол миопия және гиперметропия деп аталады. Екіншісі катаракта. Бұл ауру көз бұршағының бұлдырап көруінің нашарлауы. Ал үшіншісі глаукома. Көз ішіндегі қысымның көтерілуі. Бұл көру жүйесінің зақымдануына әкелуі мүмкін. Төртіншісі конъюнктивит. Көздің қабынуы. Бактерия және вирус немесе аллергия әсерінен көздің қызарып ісінуі. Бесіншісі астигматизм. Көздің қисаюы салдарынан бұлыңғыр көруі. Ал бұлардың алдын алу жолдарымен таныстырайын. Көзді артық жүктемеден қорғау. Ұзақ уақыт телефонға немесе компьютерге қарағанда әр 20 минут сайын көзді демалту. Таза ауада көбірек болу. Көз ауруларын халықтық әдістермен емдеу. Ата-бабаларымыздан келе жатқан табиғи жолмен емделу тәсілдерінің бірі. Бірақ бұл әдістерді қолданбас бұрын дәрігермен кеңесу маңызды. Себебі кейбір тәсілдер көзге зиянын келтіруі мүмкін. Халықтық емдеу жолдары. Бірінші, сәбіз шырыны. Көру қабілетін жақсартуға көмектеседі. Күніне 1 стакан жаңа дайындалған сәбіз шырынын ішу пайдалы. Екінші, көк шай. Жылы күйінде көзге жылы көк шайға батырылған мақтаны 10-15 минут қою керек. Ол шаршауды басады, қабынуға қарсы әсер етеді. Үшінші, тікенекті алоэ шырыны. 1 шай қасық алоэ шырынын 1 стакан қайнаған суға қосып, көзді шаюға немесе компресс жасауға болады. Бұл әдіс қабынуды басады. Төртінші, қияр тілімі. Қиярдың салқын тілімдерін көзге қою ісікті азайтып, көзді тынықтандырады. Бесінші, қара шаймен шаю. Көзді қызарған кезде, ісінген кезде қара шаймен жуып, компресс жасауға болады. Көзге арналған жаттығулар. Көздің шаршауын азайтуға, көруді жақсартуға және ұзақ экран алдында отырудан кейін демалуға көмектеседі. Міне бірнеше қарапайым жаттығуларды ұсынамын. 20-20-20 ережесі. Әр 20 минут сайын 20 секунд бойы 20 қадамдай, шамамен 6 метр алыстағы затқа қара. 5 реттен қарап шығу. Әр бағытта 5-10 реттен қайталау керек. Төртінші жаттығу. Жыпылықтату. Жиі жыпылықтау көзді құрғаудан қорғайды. 30 секунд бойы тез-тез жыпылықтату керек. Бесінші, фокус жаттығуы. Қолыңа қалам ұстап, көзіңе 20-30 сантиметр жақындат. Көзбен қаламға қара, сосын алыстағы бір затқа қара. Оны 10 рет қайтала. Алтыншысы, көзге алақан басу. Пальминг. Алақаныңды жылытып, көзді жұмып, алақаныңды көзге жаймен бас. 1-2 минут тыныштықта отыру. Көзге күтім керек ақ. Түнде де, күнде жанып ақ.
кітап оқып теледидар көруді шаршатады нақ. Сол үшін жаттығу бар, көз демалсын болсын жар, жыпылықтап жоғары қара, фокус жасап қайта орал. Алақаның жылы тисін, көзің демал, бойың тыныс. Көру күшін сақтап жүрсек, жарқын болар әрбір күніміз. Мінекей достар, көзге арналған аурулар түрі, жаттығулар түрі, күтім түрін біраз білгенмен бөлістім. Арасында өлеңдетіп те жібердім. Денсаулық зор байлық демекші, дендеріңіз сау болсын. Менің пайдалы кеңестерімді, видеоларымды көріп, пайдаларыңызға асыра беріңіздер. Достар, менің видеоларымды көріп, ұнаса лайк басып, пікірлер бөліміне пікірлеріңізді жаза кетсеңіздер.